Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен сіздерге химияны Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Біз бүгінгі сабағымызда химияның ғылым ретінде дамуы. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Біз бүгінгі сабағымызда химия пәні туралы жалпы түсінікті қарастыратын боламыз. Химия деген не? Химия дегеніміз атомдарды, жай және күрделі заттарды, сол заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Әрбір зат белгілі жағдайларға байланысты физикалық және химиялық жағынан ерекшеленіп тұратын болады. Сол заттарды біз жай және күрделі деп екі бөлікке бөліп қарастырамыз. Жай заттарға бізге сутек, оттек, гелий, көміртек сияқты бір элементтен тұратын заттар жатады. Ал күрделі заттарға су, әк, көмірқышқыл газы, иіс газы сияқты заттар жатады. Зерттелетін нысанына қарай химия екі топқа бөлінеді. Біріншісі бейорганикалық химия, екіншісі органикалық химия. Бейорганикалық химия химиялық элементтерді, жай және күрделі заттарды және олардың өзгерулерін зерттейтін химияның бір саласы болып табылады. Ал органикалық химия көміртек пен көміртектің басқа элементтерімен түзілген органикалық қосылыстарын және олардың түрлену өзгерістерін зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Органикалық қосылыстар дегеніміз құрамында көміртек атомы басты рөлді атқаратын қосылыстар болып табылады. Оған иіс газы, көмірқышқыл газы, көмір қышқылы және көмір қышқылының тұздары жатпайды. Олар бейорганикалық химияда болады. Химияның ғылым болып қалыптасуына алғаш қадам жасап, алхимия заңдылықтарына қарсы шыққан ағылшын ғалымы Роберт Бойль болды. Химияның ғылым ретінде дамуы 19 ғасырдан бастау алады. Осы кезеңдерде химияның іргетасы болып саналатын атом молекулалық ілімі қалыптасып, кеселік қатынастар заңы, көлемдік қатынастар заңы, Авогадро заңы, эквиваленттер заңы және электролиз сияқты заңдылықтар ашыла бастады. Осымен біздің алғашқы сабағымыз өз мәресіне жетті. Біздің келесі сабағымыз химия саласына үлес қосқан ғалымдар туралы болады. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.